Сәлем достар, бүгін біз булочка жасайтын боламыз. Бұл булочка жұмсақ болады, жұмсақтығын 3 күнге дейін сақтайды. Бізге ең алдымен жылы сүтімізге құрғақ дрожжімізді саламыз. Жақсылап араластырып, қантымызды саламыз. Сұйық май құямыз және шөте жұмыртқа салып жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымызды саламыз, ұнымызды бірден салып жібермейміз. Бұл булочканың жұмсақ болудың бір құпиясы 9% уксус қосамыз. Шай қасықпен 1 қасық уксус қосып жіберсеңіздер, булочкаларыңыз жұмсақ болады. Және де сары майымызды қосамыз. Осылай мен ұнымды бөліп қостым. Жақсылап тұрып илейміз. Осылай жақсылап тұрып илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, бетін жауып қойдым. Енді жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Қамырым дайын болды. Қамырымызды алып, бөлшектерге бөліп, дайындайтын боламыз. Осылай бөліп алдым. Менде әр бөлінген булочкам 100 граммнан болды. 80 немесе 100 граммнан жасасаңыздар да болады. Осылай таразыға салып, әр қайсысын 100 граммнан бөліп алдым. Осылай қамырымызды бетін жауып 10 минутқа демалдырамыз. 10 минуттан кейін осылай домалақтап, бетіне сары майымызды жағамыз. Қантымызды себеміз. Қалауларыңыз бойынша мақ қоссаңыздар да болады. Мен мақ қостым. Сгущенка қоссаңыздар да болады, бірақ сгущенка тек сапалысын ғана қосыңыздар, а то кейбір сгущенкалар ағып кетеді. Сол жағына мән беріңіздер. Мен бұл булочкаларды сгущенка қоспай жасадым. Мен сары майымызды жағамыз. Қантымызды саламыз. Және де мақ қосамыз. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Міне осылай жасаймыз. Және де менің каналыма тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және де достарыңызға жіберіп бөлісіп отырыңыздар.
Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осы булочканы міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Ас болсын.